Көміртек дара байланысы sp3 гибридтенген көміртек атомдарымен түзіледі. Гибридті орбитальдардың бірінің басқа көміртек атомының ұқсас орбиталымен ұшпа-ұш бүркесуі нәтижесінде сигма байланыс пайда болады. Сонымен қатар қалған 3 орбиталь сутек, көміртек немесе басқа элемент атомдарымен дара байланыстар түзеді. Көміртек атомдары айналасындағы байланыстардың орналасуы тетраэдр тәрізді. Байланыс бұрыштары 109,5 градусқа тең. Бұл тек қана дара байланыстардан тұратын сызықтық молекулаларға өзіндік зигзаг тәрізді пішін береді. Молекулалар геометриясын негізгі тізбекті қағаз жазықтығында орналастырып, содан соң жазықтықтың жоғары жағындағы байланыстарды батырылған тұтас сызықтар арқылы, ал жазықтан төмен орналасқандарын үзік сызықтар арқылы салып көрсетуге болады. Шар өзекті модельдер молекула геометриясы туралы толығырақ түсінік береді. Масштабты модель атомдарының көлемі мен кеңістікте орналасуын көрсету үшін тиімдірек. sp3 гибридтенген көміртек атомдарынан тұратын тізбектің әрбір бөлігі дара байланыс айналасында еркін айнала алады. Сол себепті дара байланысты молекулалар иілгіш және конформациялар деп аталатын көптеген кеңістіктік орналасуларда бола алады. Дара байланысы бар көміртек атомдарынан құрылған циклдерде иілгіш және әдетте жазық емес болып келеді. Екі көршілес көміртек атомы sp2 гибридтенген кезде қос байланыс түзіледі. Сигма байланыс гибридтенген орбитальдардың ұшпа-ұш бүркесуі нәтижесінде түзіледі, ал пи байланыс гибридтенбеген p орбитальдардың көлденең бүркесуі нәтижесінде түзіледі. Қалған екі гибридтенген орбиталь сутек, көміртек немесе басқа атомдармен сигма байланыс түзе алады. Әрбір көміртек атомның айналасындағы байланыстардың орналасуы жазық үш бұрышты болады және байланыс бұрыштары 120 градусқа тең. Қос байланыс айналасында айналу мүмкін емес болғандықтан, мұндай байланысы бар молекула бөліктері қатты әрі жазық болады. Көміртек тізбегіндегі дара байланыс қос байланыспен алмастырылған жағдайда сызықтық молекуланың бүгілуі пайда болады. 6 sp2 гибридтенген көміртек атомдары бірігіп, бензолдағыдай 6 мүшелі цикл түзген кезде ерекше байланыс түрі түзіледі. Сақина жазық болады. 6p орбитальдардың көлденең бүркесуі нәтижесінде циклдың астыңғы және үстіңгі жағында делокализацияланған электрондар тобы пайда болады. Осындай циклдері бар қосылыстар ароматты қосылыстар деп аталады. sp гибридтенген екі көміртек атомы 3 еселі байланыс түзе алады. Байланыс бұрышы 180 градусқа тең. 3 еселі байланыс бойымен еркін айналуға мүмкіндік береді.